бойынша балалардың әртүрлі хоббимен айналысып отырғанын байқаймыз. Бүгін біз сабақта берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құрамыз. Жұрнақ арқылы жасалған туынды сөздерді және күрделі сөздерді ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолданамыз. Ең біріншісі, хобби дегеніміз не? Адамдар не үшін хоббимен айналысады? Осы сұраққа назар аударамыз. Ары қарай бірінші тапсырма. Оқулықта берілген мәтінді мұқият оқимыз. Мәтін бойынша құрылымын сақтай отырып, қарапайым жоспар құрастырамыз. Жоспар құрылымы бойынша кіріспе, негізгі бөлім және де қорытынды бөлімін аяқтап жазамыз. Негізгі бөлімге екі бөлімнен тұратындай қылып жазуға болады. Екінші тапсырма, оқылым мәтінінен күрделі сөздерді теріп жазамыз. Үшінші тапсырма, қарамен жазылған сөздерді жақша ішіндегі сөздермен қосып күрделі сөз құрастырыңыздар. Керекті сөздер жақшамен берілген. Мысалы, арам. Арам деген сөзге арам шөп, арам тамақ, арам ойлы, яғни бұл жерде күрделі сөз құрастырамыз. Ол біріккен немесе тіркескен сөз болуы мүмкін. Келесі тапсырма, екі түбірдің бірігуінен, тіркесуінен, қосарлануынан жасалған сөздерді топтастырып жазыңыздар. Бірінші, шекара, асатаяқ, яғни шекара сөзі шек және ара деген екі біріккен сөздің қосылуынан жазылған. Асатаяқ, аса және таяқ екі біріккен күрделі, екі біріккен түбір бірігіп күрделі сөз құрастырып тұр. Келесі бізде бірте-бірте, бұл ортада дефис арқылы жазылғандықтан қос сөз болады.